Ассалаумағалейкум достар, қалдарыңыз қалай? Біз бүгін жол түсіп Бурабайға келіп қалдық. Қазір Бурабайға, Щучинсктан Бурабайға өтейін деп жатырмыз. Оралдан Әділжан деген одногруппнигім келген, Қапшағайда бірге тұрғанбыз. В общем, Мадекең дегеннің бөлек история. Сонымен Көкшетаудан Ақжол деген бауырым келіп қалып, бүгін сол Бурабайға бара жатырмыз. Қазір бірдемелер түсіретін боламын. Күтіңіздер деп қоясың ғой. Біз Бурабайға ақырындап кіріп бара жатырмыз. Бұл Бурабайдың ішкі көріністері. Қазір Бурабайда жаңадан тағы да бір-екі локациялар ашылған екен. Смотровая площадка деген сияқты. Тағы да содан кейін мен бармаған бір жер бар. Қазір сол жерге барамыз деп ойлап отырмын. Қазір сол жаққа кіретін боламыз. Бұл Бурабай. Мынау жаңағы Ақжол. Бір қарап қойсаң, міне мынау Мадеке YouTube каналыма сәлем жолдап не істесеңіздер болады. Мынау енді шлагбаум басталды қазір. Біз Бурабайға келдік. Абылайхан алаңынан жаяу Абылайханның тасына көтеріліп бара жатырмыз. Жалпы бірінші келген кездегі әсер өте жақсы жасалынған екен. Сапа жағынан сапалы материалдар қолданылған екені көрініп тұр көзге. Мына жерде әртүрлі атпен серуен, сонымен қатар от қалдың ше. Осындай мына тас Абылайханның тасы деген тас қой. Осы жерде адамдар жетіріп па сөйтіп айналып бір тауып жасап жататындар болады. Міне мынау өте дұрыс шешім. Мынау бір жағынан табиғатпен үйлесімділік, екінші жағынан мындай отыратын орындықтар деген мынау сапалы, мынау өте сапалы. Мынау былай жағалап кетеді. Былайша айтқан кезде бұл ограждение, екінші жағынан табиғи несін сақтаған қалпын тастар арқылы. Үшінші жағынан бұл жерге отырып адамдар демалуға болады. Бұл жерге получается қосымша орындықтардың ешқандай қажет жоқ. Адамдар қалаған адам мына жеріне мына жаққа дейін барып отырып демалуына болады. Тағы да міне мынандай жерде өте ұнады мынау ше. Тағы да осындай сияқты табиғи орындықтың қызметін атқарады және онымен қоршалған ше өте ыңғайлы, керемет. Мынау мені тағы да таңғалдырды. Өте жақсы шешім. Кімнің шешімі болса да жалпы білмеймін, Бурабайдың шешімдері, Бурабайдың урбанистикасымен айналысатын мамандардың жұмысы жалпы өзіме ұнап жатыр. Абылайхан даңғылынан былай төмен қарай түсіп бара жатырмыз. Содан кейін достар, бұл ешқандай да тарихи бір немес, бұл вандализм, таза вандализм. Мынау Рүстем, Индира, Сәтті, Алидар өте істеп жатқандарың өте қате. Мыналар тоже бір тарихта қалам, бір таста атымды жазып қалдым деген сияқты өте қате. Мұндайды мүлдем қайталамаңыздар. Өте қате. Мына табиғатты олайынан қол жауға, ондай вандализммен айналысуға болмайды. Керемет табиғатымызды қорғау керекпіз. Мынау міне жұмбақ тас. Оқ жетпес. Біз мынау қазір жаяу жүргіншілерге арналған жолмен төмен қарай түсіп жатырмыз. Табиғаты өте керемет, бірақ та тағы да айтам, ол барлығы өзіміздің қолымызда. Бұлай тасқа атымызды қашап жазудың ешқандай керегі жоқ. Мынау жаңадан салынған көру алаң екен. Қазір бұл жерден көрініс қалай болады, қазір көреміз. Бірден байқағаным, бұл жерде өте сапалы жасалынған ағаштарының барлығы, мынау жердегі ағаштар болсын, табиғатпен, және табиғаттың күйін құртпай, сол арқылы берген өте керемет. Жаңа көру алаңы.
көру аймағы аса қатты биік емес, бірақ та бұл жерден де көрініс өте тамаша. Және де мынау орындықтар өте тамаша, прям табиғат сақталынған түгелдей дерлік. Жай ғана орындық емес, міне жасасаңыздар, осылай жасаңыздар, өте керемет, өте керемет. Мені таң қалдырды бұл жер. Сапасы жағынан болсын, барлық жағынан болсын, өте керемет. Мынау Адекең мен Ақжол екеуі біздің арнаға қазір видео түсіреді. Мынау көрейік, мына жерден көрінеді екен негізінде. Мына жерде мынау решение тоже, мынау бүйтіп қиғашталып салынған, негізінде тік қоя салса да болатын еді, проблема жоқ та, бірақ та мынау қолға тірегенге бүйтіп отырғанға өте ыңғайлы жасалған. Және мыналар темір, тростар, ешқандай металл емес ше, қатпаған металл емес мынандай. Көрдіңіз ба? Өте керемет. Маған бұл жердің сапасы, салынуы, идеясы өте қатты ұнады. Тағы да айтам, мынандайлар мүлдем керек емес. Мына кезде орындықтардың өзі жаңағындай. Мына жерде тас, мынау қоқыс жәшігі де былайынан тас қып, ана табиғаттың несін сақтаған, сочетаться еткен табиғатпен ше. Міне мына тастармен өте көзге қатты ұрмайды, грубый емес. Мына жердегі ағаштардың барлығы да өте сапалы. Мына орындықтағы жаңа жатып көрдім. Өте керемет, ыңғайлы, комфортно. Даже қазір дала суық болса да мен ешқандай бір дискомфорт сезінбедім. Мына табличкалардың да өзі ағаштан жасалған. Яғни стиль табиғатты сақтаған толықтай. Мына жерлерде тротуарлар өте ыңғайлы жасалған. Былай қарай ары қарай жағалауды айналып кете береді. Өте ыңғайлы. Маған ұнады. Жалпы барлық зат детальдардан тұрады. Мынау қоқыс жәшігін тағы да айтайыншы. Міне өте. Жай қоқыс жәшігін қоя салуға да болады, проблема жоқ, бірақ та мына табиғатты құртпайды да, білінбейді да жаңа қоқыс жәшігі екенін адам ойламайды да. Мына кезде өте ыңғайлы, ағаштар сапалы. Бурабайда осы жұмыстар жасаған адамдар сендер жарайсыңдар. Өте керемет. Андай өтірік жаманда беруге де болмайды, қайтыстыруге де болмайды. Жасалған дүниені айту керек, көрсету керек. Өте керемет. Мына кезде тоже мына велотұрақ негізінде ағаш тағы да сол табиғаттың кейпін сақтаған толықтай. Өте тамаша жасаған. Мына жақта көп заттар түсірілмей қалды. Біз мынау трапамен әлі келе жатырмыз. Мына жерлерде мынандай площадкаларды орналастырған екен. Өте керемет, ыңғайлы. Жалпы маған сапа жағынан әзірге ешқандай бір мін табылмады. Мен мін іздеп жүрген жоқпын, бірақ та көзге ештеңе көрмейді онда. Өте тамаша. Біз мұнда марал шаруашылығына келгенбіз, бірақ өкінішке орай маралдардың барлығы дерлік сыртта екен, ар жақта келмеді, бері қарай жайлап өте аз екен. Алдында видеолардан қараған кезде андай үйір болып жүрген сияқты көрінген, бірақ та өкінішке орай қазір жол түспеді. Мынандай шаруашылық. Кіру құны 1000 теңге екен. Мынаның ішінде әртүрлі нелер бар ғой, тағы да емдік қасиеті бар, бір емдейтін қанымен мараудың, сондай сияқты бір әртүрлі процедуралар жүретін сияқты. Мынандай шаруашылық үлкен өшелерде орналасқан. Мыналардың ар жақтарының барлығы дерлік осындай маралдар болу керек. Бір қожалық қой. Ана жағында жүрді, кішкентайлар. Анау еркегі. Мынандай зеленый бор деген жер ғой. Шамалы кішкене ожидание раньше қалды. Маралдар көбірек болма деп ойлаған еді, бірақ та
келмейді. Что Алеке марал көрдің ба? Қалай? Ұнады ма? Bir ko'rga болады. Сіз не айтасыз? Марал қалай екен? Бола ма? Ko'rga болады. Маралдар аз болды бірақ та өкінішке орай өте аз болды. Балаларын көрейік дегенбіз, қатты жақындатпады. Мүйіздерін де кесіп тастаған екен. Сонымен достар, бізге бүгін бір күн жетпей жатыр. Өйткені сағат белдеуінің ауысуына байланысты сағат қазір 3:30 болса да, дала қараңғы түсіп бастады. Біз қазір примерно соңғы локация Бөлектауға қарай көтеріліп бара жатырмыз. Бұрындары бұл жерде ешқандай көтерілу жолдары болмайтын, қазір арнайы көтерілу жолдарын салып қойған екен. Қазір көретін болғанбыз қалай болатын. Бұлайдан жоғары қарай сатыларды жасап қойды деп информациясын көрген инстаграмнан неден. Қазір көреміз қандай тропалары бар екен. Мына жақтарда бүкіл кәдесилардың барлық нелер жұмыс жасап тұр. Мына оқ жетпес. Қазір жайы көтерілетін мазмұн. Бөлектау. Қазір осымен шығамыз. Мынандай жол екен. Қазір көреміз. Ал, бісміллә, кеттік. Қалай екен? Ыңғайлы ма екен? Ыңғайсыз дейді, алғашқы пікір. Ыңғайсыз деп жатыр. Қазір көреміз. Болады дейді. Через одно әр сатыдан кейін. Так, бірінші мына жер шамалы тайғанақтау екен. Адамдар мына жақтан жоғарыдан кейбіреулер сырғанап түсіп отыр. Бірақ қатты сырғанамай жүруге болады. Және де бір нәрсе сеуіп қойға болатын сияқты. Мына жолмен жоғары қарай қазір өрлейтін боламыз. Ондай бір қатты ыңғайсыз емес. Жақсы. Бақта бұдан да жақсы жасауға болады сияқты. Мен адамдар мына жерде тайғанақ киімділгелер таятын сияқты. Жаңбырда және таятын сияқты. Бірақ жүруге болады. Болмайды емес. Ең алғашқы пікір. Бұл жер өте ыңғайсыз екен, себебі мен бұл жерге бұл тропасыз да жаяу көтерілгем. Сол кезде ыңғайлырақ болған сияқты. Бірақ қазір ыңғай сияқты. Бұрын міне осындай жолдар болатын. Мына табиғи тропалар. Сол ыңғайлы сияқты. Мына жерде біріншіден адамдар тайып қалуы мүмкін. Екіншіден ағаштары дұрыс реттілікте қойылмаған сияқты. Міне мынау тропа, табиғи тропа өте ыңғайлы жаяу жүргенге. Алға жақта шамалы ыңғайсыздық тудырды. Міне мынау жүргенге өте қолайлы. Табиғи ештеңенің қажеті жоқ. Адамдар жүріп қалыптасқан. Майдан жоғарға қарай көтереміз. Әлі көтеріліп бара жатырмыз. Так, міне біз әлі жоғары қарай көтеріліп бара жатырмыз. Бұлайынан шамамен осындай адамдар баршылық. Төмен көтеріліп атқан, төмен түсіп атқан, то есть жоғары көтеріліп атқан деген сияқты. Сіз рөлін тыңдап бара жатыр деп. Өткен еткенді комментировать етсең, міне мұнда шығып жатқан адамдарды баршылық. Біз жақындап қалдық, бірақ не бір жерге төбеге шығамыз. Негізі бір аса қатты биік емес. Бірақ та өзінің қиындықтары бар. Біз міне көтерілдік. Жоқ, мына биік жерлер бар. Қазір басынан видеоны көрсететін боламын сіздерге қалай болатын. Мына жерде жақсы көріністер көрінеді екен. Қазір қарайтын боламыз. Басына кеттік. Мына жерде қане мына жерде жел соғып тұр. Келдік. Мына жерде мынандай вид ашылады. Мынандай көрініс сіздерге. Мына жерде тоже смотровая площадка жасап қойған екен. Қараңғы түсіп жатыр, сағат 4 әлі болған жоқ. Жете тұр. Ақжол. Ассалаумалейкум. Менің YouTube арнамның көрермендеріне сәлем жолдап жіберсеңіз. Сәлем жолдаса, және ассалаумалейкум.
Баратындар. Молодец. Әдекен етасыз. Жеттім. Өде осылай. Міне мынандай. Бұл жерлер енді ыңғайлы өте жүруге. Бірақ жаңағы ағаштан салыстырғанда бұл жақтың ағаштары өте ыңғайсыз екен. Міне мынандай площадка жасаған екен, алаңқай. Өте әдемі. Ойнап жүрген кезде мынандай көріністер болады. Мыналарды әлі қоспаған екен. Мүмкін қосатын шығар. Осылай. Влогты аяқтайтын шығармыз, осы Бурабайдың ең бір әдемі керемет жерінде. Влогымызды бәлкім аяқтаймыз. Барлықтарыңызға рахмет. Видеоны көрген болсаңыздар, каналға жазылып тіркелуді ұмытпайық. Сау болыңыздар. Мен жаңа видеомда сіздерге сау болыңыздар деп айтып тастағанмын, бірақ та мына жерді түсірмеске болмады. Мына жер өте ыңғайсыз салынған екен. Мен міне былайынан ұстап түсіп келе жатырмын ше, өйткені өте ыңғайсыз түсу ше. Міне мына жерлер түсуге өте ыңғайлы. Жаңа мінген кезде хотя бы шамалды болса жеңіл болған. Мына жерден адамның бар ойы бір табиғат қандай деген сияқты ой жоқ. Мына жерде адамның бүкіл ойы, фокусы мына жерден аман есен жерге түссем екен деген ой ғой. Мына жерден табиғатпен наслаждаться ету деген сияқты әңгіменің барлығы ұмыт болады мына жерде. Хотя мына жер еще бер жағы. Қазір ана жерде прямой кеткен жерлерді көрсем, ол жер тіпті кәдімгідей бір не ғой, экстремальный бір ойын ғой, задача. Қазір көреміз, әрең өпірімдеп түсіп отыр. Мына жер әзір тайғанақ емес, ертең тайғанақ болғанда тіпті айта алмаймын. Міне мына жерлер. Мына жерде. Охо! Бисмилля. Міне мына жер. Аттракцион ғой мына жер. Мына жақты не. Мына жаққа түстік. Мынау табиғи тарапқа өте ыңғайлы. Мына жерлер кішкене ойланыстырылмаған екен. Міне мына жерге прямой былайынан кетесің. Тайғанақ болған кезде мына жер зырғанайсың, получается, былай қарай. Міне адамдар құлап жатыр көз алдымызда. Осындай. Міне кішкене ыңғайсыз. Жаңбыр болғанда, су болғанда тіпті білмеймін, беті қатқан кезде қалай болатын. Қазір онша қатты тайғақ емес, соның өзінде осындай жағдай болып тұр.